Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында лимонад жасаудағы өз рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видео қызық болса, соңына дейін қараңыз. Бізге керек болады алдын ала жуылған 2 апельсин, 2 мандарин және 1 лимон керек болады. Ең алдымен апельсинді алып, осы видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Міне барлық апельсиндерді бір келге етіп турап алдым. Турап болған апельсиндерді осындай ақ пакетке саламыз барлығын. Келесі кезекте мандариндерді дәл апельсин сияқты барлығына турап аламыз бір келге етіп. Турап болған мандариндерді апельсиннің үстіне, яғни пакетке салып аламыз барлық мандариндерді. Келесі бізде лимонды да дәл апельсин, мандарин сияқты турап, барлығыны пакетке салып аламыз. Міне барлығын турап болдық. Турап болғаннан соң пакеттің аузын осылай жауып, морозильникке бір түнге салып қоямыз. Міне бір түн тұрды жемістеріміз, көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі болып қатты. Қатқан жемістерді осындай блендердің немесе чопердің көмегімен осындай салып, жақсылап майдалап аламыз. Үстіне 100 грамм қант қосамыз. Егер қатты тәттірек болған қаласаңыз, көбірек қоссаңыз да болады. Сосын үстіне 1 бокал су құйып жібересіздер. Мына жерде видеоға түспей қалыпты. Суды да құйып, жақсылап майдалап блендерлеп аламыз. Міне барлығын майдалап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қою смес сияқты болады. Енді барлығыны бір ыдысқа салып, барлығыны ситадан өткізетін боламыз. Енді осының барлығыны асықпай ситадан өткізіп аламыз біртіндеп. Міне барлығын ситадан өткізіп алдым. Өткізіп болғаннан соң үстіне салқын 2 литр су құямыз. Су құйып болғаннан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдым. Енді осындай графиндерге құйып шығатын боламыз. Осы жерде графинге мята, яғни жалбыз қосып жіберсеңіз де дәмі өте керемет болады. Менде жалбыз қазір болмағандықтан қоспадым. Егер қоссаңыз, дәмі одан сайын керемет болады. Егер жоқ болса, осылай ұсына берсеңіз де болады. Үй жағдайында лимонадымыз да дайын болды. Өте дәмі керемет болып шықты. Сіз де тура осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қош, сау болыңыздар.